Баршаңызға сәлем, сіздермен Нажиба. Бүгін дәрумендерге өте бай чечевичный суп, яғни қазақшасы жасамақ сорпасын дайындаймыз. Алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Құрамы өте қарапайым, үйдегі бар заттардан тұрады. Өте жеңіл сорпа әрі тез уақытта дайындалады. Жасымақты алдын ала жақсылап жуып, 15-20 минут суда жібітіп қоямыз. Одан кейін көкөністерімізді турап аламыз. Пиязды турап болғаннан кейін қазанға май құйып, сарғайғанша қуырамыз. Одан кейін қалған көкөністерді де қосып араластырамыз. Ең соңында жасымықты саламыз, араластырамыз. Бір ас қасық толтырып сары май саламыз. Майымыз ергеннен кейін бір ас қасық ұн саламыз. Тағы да бір араластырғаннан кейін үстіне суымызды құямыз. Бір немесе 2 лавр жапырағын саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және бір шай қасық куркума саламыз. Қақпағын жауып, баяу отта пісіреміз. Толық піскеннен кейін ішіндегі лавр жапырақтарын алып, блендердің көмегімен сорпамызды езіп аламыз. Бір шай қасық ұсақталған жалбыз және лимонның жарты шырынын сорпамызға қосамыз. Енді сорпамызға керемет дәм беретін ащы қызыл бұрыш қосылған майын дайындаймыз. Ол үшін бір ас қасық толтырып сары майымызды ерітіп, үстіне қызыл бұрыш салып, бір араластырып сорпамызға қосамыз. Сорпаны осылай көп жасап, жартысын банкілерге салып, алып қойсаңыз да болады. Қақпағын жақсылап жауып аламыз. Бір күн түспейтін салқын жерді теріс қаратып қоямыз. Одан кейін холодильникке қоямыз. Бір айға дейін холодильникте тұрса болады, бірақ одан көп ұстауға болмайды. Міне біздің жасымық сорпамыз дайын болды. Түсі әдемі болып шыққан, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.